Армысыздар ардақты ағайын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ақ мол болсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Тағы да біз бүгін Алатау гольф клубындамыз. Ауа райы керемет болып тұр. Адамдар гольф ойнап жүр. Жалпы демалып, серуендеп, демалыс күндерін өткізіп жатқан жағдайлары бар адамдардың. Енді бүгін біз видеомызда кішкене тарих жайлы емес, өзіміздің күнделікті күн тіршілігімізді көрсетіп өтетін боламыз, құрметті ағайындар. Машинамыз зарядкіде тұр. Машинамыз зарядкіде ар жақта. Қазір мына жердегі адамдардың гольф ойнап жатқанын кішкене көрсетіп өтетін болам. Сондай-ақ осы электромобильдерге қатысты кішкене ақпараттар беріп өтем, құрметті ағайындар. Осы электрокөлікті сатып алғанымызға көп уақыт болған жоқ. Негізі біздің үлкен жанұямызда басқа да гибридті электрокөліктер бар. Олар сол жағы последовательный гибрид деп аталады. Ішінде жағы ДВС пен бензинмен жүретін моторы бар. Ол электромоторға жағы батареяларды қуаттап, сосын электромотор машинаны қозғалтады. Сондай гибридті көліктер бар жанұямызда. Бізге электромобильдер таңсық емес, таныс. Бұл электромобильдердің артықшылықтары жайлы біраздан бері білеміз. Қазір міне Нұртау гольф клубы. Бұл Алматы қаласындағы Әшім көшесінің бойында орналасқан. Жалпы адамдардың көңіл күйлері жақсы. Қазір мына жақта гольфтарын жаңағы клюшкаларын да көрсетіп өтетін болам. Жалпы электромобильдер жайлы айтар болсақ, бұл электромобильдердің қазіргі таңда Қазақстанда өзіндік привилегиялары бар, өзіндік жаңағыдай жеңілдіктері бар деп айтсақ болады. Ол қандай жеңілдіктер? Ол біріншіден таза электромобильдер жағы автокөліктің әр жылы төленетін автокөліктің жағы салықтарынан босатылған, яғни налог төлемейді. Ол бірінші ерекшелігі. Сондай-ақ электромобильдер Алматы қаласында, Астана қаласында, Шымкентте де бар шығар, үлкен қалаларда автотұрақтарға ақша төлемейді. Яғни парковкалар тегін электромобильдерге. Сондай тағы да өзіндік жеңілдіктері бар электромобильдерге. Сол сияқты алдыңғы видеоларда өздеріңізге айтып өткен болатынбыз. Егер электромобильдерді Қытайдан алып келетін болсаңыздар, түрлі жеңілдіктер қарастырылған. НДС, первичка деген сияқты Қытайдан егерде таза электрокөлік алып келетін болсаңыз, сондай госпошлиналарды төлемейді екенсіз. Яғни баж салықтарын төлемейсіздер ғой. Кедендік баж салықтарын төлемейсіздер. Сондай-ақ утилизбор да төлемейсіздер. Бұл өте үлкен жеңілдік. Соның үшін электромобильдерге назар аударуларыңызға кеңес берем. Бұл электромобильдер негізі дүние жүзінде мұнау ДВС, бензинмен жүретін, дизельмен жүретін автокөліктерге қарағанда өзі қымбат жүреді негізінде. Әлде қайда қымбат жүреді. Бірақ біздің Қазақстандағы салықтық жеңілдіктерге байланысты, заңмен
льготтар беруіне байланысты қазіргі таңда сондай бір парадоксальный құбылыс болып тұр. Бұл электрокөліктер қазір сол ДВС басқа да қозғалыс автокөліктеріне қарағанда арзандау болып тұр. Электрокөлік арзан болып тұр. Ал жоғарыда айтқанымдай негізінде электрокөліктер дүние жүзінде басқа жаңағы ДВС автокөліктерге қарағанда ол қымбат жүреді дүние жүзі бойынша. Тесланы алыңыз, басқа да Қытайдың басқа брендтерін алыңыз, барлығы қымбат жүреді. Ал бізде Қазақстанда сол жаңағы заңнамалық, жаңағыдай салықтық жеңілдіктерге байланысты электрокөліктер қазіргі таңда арзан болып отыр. Осы 2025 жылдың соңына дейін электрокөліктерге утилизация алымын алмау туралы мораторий әлі күнге дейін бар. 2025 жылы оны ары қарай созады ма, әлде электромобильдерге де утилизбор төлеткізіп тастайды ма, ол белгісіз. Бірақ та қазіргі таңда сондай мүмкіндік бар кезде, құрметті ағайындар, электрокөліктерге назар аударғандарыңыз жөн. Себебі, мысалға, мен мысал ретінде айтайын. Қытайда 10 миллион теңге тұратын автокөлік, егерде жаңағы ол электромобиль болатын болса, сол қаз қалпында 10 миллион теңгеге келеді. Егерде ол машина гибрид болса, немесе бензинмен жүретін машина болатын болса, оған автоматты түрде утилизбор қосылады, тағы да басқа да кедендік баж салықтары қосылады екен. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда, қазір алдарыңызда Хончи автокөлігі, Зикр, ар жақта Лисяндар тұр. Көп тоқпен жүретін машиналар өте көп. Мынау Алатау гольф клубының бас кіретін есігі. Так, жалпы айтқанда электр қуатымен жүретін автокөліктер күннен күнге көбейіп келе жатыр елімізде. Ол да бекерден бекер емес, себебі өте тиімді. Сондай-ақ бұл электрокөліктер болашақтың технологиясы болуы мүмкін. Себебі жылдан жылға бұл осы электр көліктердің дамуы күннен күнге көбейіп келе жатыр. Келешекте қазір мысалы тройная железофосфатный деген жаңағы батареялар шығуда. Егерде одан кейін твердотельный железофосфатный батареялар шығып, көліктердің ең аз дегенде жүруі алыстығы 700-800 километр болатын болса, онда бұл автокөліктер одан да көбейеді. Қазіргі таңның өзінде электрокөліктер 500-600 километр жай жүріп береді. Ал енді алдағы уақытта технологияның дамуымен бұл көліктер жаңағы 700-800 километрді кем дегенде басып өте алатын жағдайға жететін болса, онда бұндай машиналар сұранысқа өте көп болатыны белгілі. Ал енді біз өзіміздің көлігімізге келдік, құрметті ағайындар. Жалпы осындай видео болды, құрметті ағайындар. Тарих жайлы видеолар арнаға шықпағанына біраз болып қалды. Құдай қаласа алдағы уақыттарда әлі видеолар жүктейтін боламыз. Қазіргі таңда парсы, шағатай тілдерінен жазылған кітаптарды ана тілімізге, қазақ тіліне аудару жұмыстары кеңінен жүріп жатыр. Құрметті ағайындар, сол себепті де қолымыз босамай жатыр. Бірақ айтатын жаңалықтар, тарихи сенсациялар өте көп. Өздеріңізбен бөлісетін орта ғасырлық тарихымызға байланысты қазақ этносының пайда болу, шығуы, оның өзіндік ерекшеліктері, қазақ деген сөздің этимологиясының жағы әртүрлі
жаңалықтары, сол жөнінде көп ақпараттар бар. Оның барлығын әлі жариялайтын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар, тарихқа жанашыр болыңыздар. Құдай қаласа, амандықта жолыққанша аман сау болыңыздар. Әз Наурыз құтты болсын ағайын.